Bir күні екі көрші, екі ақсақал әңгімелесіп отыр екен. Bir көршісі өзбек, bir көршісі қазақ. Сол қазақтар ежелгі заманнан өзбектердің сондай еңбекқорлығына, пысықтығына таң болып, риза болып, соны өзінің балдарына, өздеріне үйреткісі келіп, сөйтіп бір күні сондай ақсақал сол көршіден жаңағы сұрақ қояды сондай. Сендер қалай балдар тәрбиелейсіңдер? Сендердің балдарың сондай пысық болады, сондай тапқыр болады. Ана кісі айтады, сосын бар, давай былай қылайық, жарайды, былай қылайық. Қазір сенің балаңа біздің өзбектер қалай үйретеді балдар, сондай әдіспенен нені жасап көрейік, үйретіп көрейік. Келісесің ба? Келісемін. Давай баланы шақыр, немересін шақты болады да, сосын өзбек шал айтады, немереңе 1 сом ақша берді, сосын айт. Базардан барып, маған тамақ, ана малға тамақ, сосын тауықтарға тамақ алып берді. Ол балаға жұмбақ болады, сосын ол бала бар іздейді, сөйтіп үйрене болады, сөйтіп пісіп, сосын сондай пісік болады. Жарайды. Немересін шақыртып алады да, немересіне 1 сом, ол кезде 1 сом береді да, айтады, базардан барып тамақ алып кел, маған тамақ алып кел, малға тамақ алып кел, тауыққа тамақ алып кел. Сөйтіп ана бала 1 сомды алады да, кетеді базарға. Базарға барып, әрбір іздейді, 1 сомға не алуға болады? Аталарым жейтін, малдар жейтін, тауық жейтін, таба алмайды. Былай іздейді, былай жүгіреді. Сөйтіп, қайтып келетса, таба алмай қайтып келетса, көршінің өзбектің жаңағы немересі кездеседі. Сәлем, сәлем, қалай жағдай? Осындай, не апша мұңып келатсың? Мұңлы болып келатсың. Атам осындай тапсырма беріп еді маған. Қандай тапсырма? Сол бәрін айтады. Еш қиындығы жоқ, жүр мен саған көрсетейін. Бірге барады, бірге барып, бір жақсы жарымды бір қауын алады 1 сомға. Міне осы, жүр. Екеуі келеді да, сосын барып, екі шалдың алдына барады да айтады, қазір мен осы қауынды жуып әкелем, барып жуып әкеледі да, пышақ алып қауын сояды да, сойып жатқанда, мынау сіздерге тамақ дейді. Осыны жейсіңдер. Қабықтарын тастамаңдар, оны малға береміз. Ал мынау шопақтарын жаңағы ортасындағы, арасындағы, оны түсіреді да, оны айтады, мұны қазір тауыққа береміз дейді. Сөйтіп барып аппаратта тауыққа береді. Соны көріп отырып, қазақша таңғалады, аң-таң болады, бірақ риза болады. Сөйтіп өзбектер балдарын еңбекке, тапқырлыққа, пысыққа сөйтіп үйретеді екен. Көрдіңіздер ме?